және азайтуды қайталайсыңдар. Сонымен оқулықтағы бірінші тапсырмаға назар аударыңдар. Түсіндіре отырып есепте. 37 мен 3 санының қосындысын табайық. Ол үшін 37 санын 30 және 7 деп жіктеп аламыз. Яғни ондыққа және бірлікке жіктейміз. Енді бірлікке бірлікті қосамыз. 7 бірлікке 3 бірлікті қоссақ қанша болады? 10 бірлік болады. 10 бірлік 1 ондық. Енді 1 ондыққа 3 ондықты қоссақ қанша болады? 40, яғни 4 ондық болады. Енді 40 пен 3-тің айырмасын табайық. 40 санын 30 және 10 деп жіктеп аламыз. Енді 10 мен 3-тің айырмасын табайық. Қанша болады? 7 болады. 30 бен 7-нің қосындысы қаншаға тең? 37-ге тең. Жарайсыңдар балалар. Балалар, енді түсіндіре отырып, баған түрінде жазып, есептеңдер. Дұрыстығын тексеріңдер. Өлшем бірліктері бірдей шамалар берілген. Осы шамаларды баған бойынша қосып, азайтып көрейік. Сонымен 5 бірлікке 5 бірлікті қоссақ қанша болады? 10 болады. Нөлді бірліктердің астына жазамыз, ал 1 ондықты ойымызға сақтаймыз. Енді 3 ондыққа 5 ондықты қосамыз. Қанша болады? 8 ондық болады. 8 ондыққа ойдағы 1 ондықты қосамыз. Қанша болады? 9 ондық болады. Демек, 90 сантиметр. Енді 90 сантиметр мен 48 сантиметрдің айырмасын табайық. Ол үшін 0 бірліктен 8 бірлікті азайтамыз. Қалай ойлайсыңдар? 0 бірліктен 8 бірлік алына ма? Әрине жоқ. Ол үшін 9 ондықтың біреуін аламыз. Ұмытып қалмас үшін үстіне нүкте қойып қоямыз. 10 бірлік болады. 10 бірліктен 8 бірлікті азайтсақ қанша болады? 2 бірлік болады. 9 ондықтың орында 8 ондық қалды. 8 ондықтан 4 ондықты азайтамыз. Қанша болады? 4 ондық қалады. Сонымен 42 сантиметр. Яғни айырманың мәні 42 сантиметр. Жарайсыңдар балалар.